сәлем, тағдырлар анасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қыз өте әдемі, ибалы, әдепті және білімді мектеп оқушысы еді. Оны бәрі мақтайтын, озат оқитын, үй шаруасында да жақсы. Анасынан басқа ешкімі жоқ. Әкесі анасын екеуін тастап кеткен. Әкесінің түрін де көрмеген. Анасының айтуынша, әкесі оны тастап өзге әйелмен басқа жерге кеткен екен. Қыздың анасы қарапайым сатушы, балалар үйінен шыққан. Қалада пәтер жалдап екеуі ғана тұрады. Қыз 11-ші сынып оқиды. Жақында грантқа оқуға түспек арманы бар. Анасы оған сый деп ұялы телефон алып берді. Қыз ортасымен тең болып қатты қуанды. Ол енді интернетқа кіріп, әртүрлі желілерге тіркеле бастады. Осылай күндер өтіп жатты. ұбт-ға дайындалып және ғаламторға кірумен күндер жалғасты. Қыз бір күні бір студент жігітпен ВКонтакте арқылы танысып, көп ұзамай кездесіп сырласып жүрді. Жігіт қызбен жасты, колледжде оқиды. Сүйкімді, сұлу, бойы ұзын, өте керемет жан. Күндер зулап, жігіт қызға сезімін айтып, ұсыныс жасады. Қыз да жақсы көріп, қабыл алды. Солай екеуі жүріп жүрді. Қыздың анасы бұл туралы біліп, қызына артық кетпей жүруін ескертті. Міне қыз мектепті бітіріп, жігіті қасынан табылды. Ақыры ұбт болды. Қыз өзіне сеніп, жақсы ұпай алды. Бұған анасы мен сүйген жігіті қатты қуанды. Енді ол Алматыға оқуға тапсырды. Оған да түсті. Жаз, шілде айы. Жігіті оған үйленгісі келетінін айтты. Қыз келісімін бергенмен, анасының рұқсатын сұрау керектігін айтты. Ал анасы жігіттің ата-анасы қарсы болмаса, ақ батасын беретінін айтты. Апта соңында жігіт қыздың үйіне әкеліп, ата-анасымен таныстырды. Олар өте бай адамдар екен. Оларға болашақ келіндер ұнады. Жігіттің әкесі қызға сұрақтар қойып, танысып жатыр. Қызым, әкең, анаң бар ма? Анам бар, әкем жоқ. Жә, өмір ғой, деп жігіттің әкесі ойланып қалды. Қызың, тегің не? Анаңның есімі кім? Тегім Хасенова, анам Үміт, деді қыз. Осы сөздер жігіттің әкесіне қатты тиіп, жүрегін жыртып шықты. Себебі алдында отырған қыз оның тастап кеткен туған қызы. Ойланып бұнға батты, бірақ ештеңе айтпады. Жігіт қыздың үйіне апарған соң өз үйіне оралды. Әкесі ұлына, бізге лайық емес деп кесті. Әке, олай деме, бәрібір мен оны сүйем. Ұлым, бір нәрсе айтам, тек сен ренжіме, жарай ма? Иә, айтыңыз. Әкесі бәрін айтып берді. Жігіт жылап, әкесіне қатты сөздер айтып, үйден шығып кетті. Қызға айтуға батылы бармады. Тастап кеткен әкең ұлымен жүргенін естісе, қыз жоламайтынын білді. Қарындасын сүйгеніне қатты қиналып, хабарсыз жоқ болып кетті. Қыз алаңдап қоңырау соқты, өшірулі. Үйіне бармақ болды, барды да. Ұлдарын сұрап еді, әкесі жылап, қызға ақиқатты жайып салды. Қыз езіле отыра жылап, әкесін ұра берді. Сол уақытта ұлдары келе қалды. Жігіт қызды жұбатып, екеуі үйден кетіп қалды. Қарындасы әрі сүйгеніне ол, біз кінәлі емеспіз, үйленеміз, мен сені сүйем, деді. Қыз, жоқ, жібер, сен менің ағамсың, үйленбейміз, кешір мені. Олай айтпа, мен сені сүйем ғой. Жоқ, қазір бәрі өзгерді, енді маған жолама. Сонда мен кінәлім бе? Жоқ, сен менің ағамсың, арамызда махаббат болмау керек. Мен сені сүйем ғой, деді жігіт қинала. Сау бол, анама ештеңе айтпаймын, тек менен аулақ жүр, ренжіме жаным, деп қыз жылап кетіп қалды. Жігіт сезімін қанша айтса да қыз тыңдағысы келмеді. Жігіт сол күйі көлік астына түсіп қайтыс болыпты. Жігіттің анасы қызға хабарласып, өксіп жылап тұрып, ұлынан айырылғанын айтты. Қыз одан бетер қанжылап анасымен қосыла жылады. Тас жүрек әке ұлынан айырылғанын естіп, сөйлемей мұлқау болып қалды. Жігіт жерге көмілді. Қыз өзін кінәлаумен жүрді. Сағынды. Қайта оралмайтынына сенбейді. Тұңғиық әлемде мұнымен күн кешуде, жігіттің қабір басынан шықпайды. Әкесін жек көріп, халінде сұрамайды. Әкесі мұлқау. Өз ұлын жұтқаны үшін өзін жек көреді. Кім кінәлі?